бізге не үшін сынақ керек? Бізге адамның ішіндегі потенциалын шығару үшін, адамды шыңдау үшін сынақтар келеді. Ең көркем сынақ бұл ақшамен сыналу деп аталады. Өйткені чем баламен сынағанша, чем денсаулықпен сынағанша, ақшамен сыналған жақсы деп айтады. Ең көркемі осы деп аталады. Ақша болғанда, мысалға, сізде қандай қарыз болуы мүмкін? 5 миллион, 10 миллион, одан да көп болуы мүмкін. Соны сізге таба алатын болғандықтан сізге сондай сынақ келіп тұр. Сіз соны табамын, соны жабамын деп, сол сынақтан өтемін деп, сіз өзіңізді шыңдайсыз. Жан-жақтан көресіз, талпынасыз. Қандай жұмыс істеуге болады, мысалы, қарайсыз. Солай өзіңізді шыңдайсыз, ішіңіздегі потенциалыңызды шығарасыз. Мысалға, сіздің өміріңізде бәрі жақсы болып тұрса, сіз іштегі потенциалыңызды шығара алмайсыз. Іштегі өнеріңізді, іштегі қырыңызды, шығармашылық, неше түрлі өнеріңіз болуы мүмкін. Сіз оны білмеуіңіз де мүмкін. Сіз осы қиындықтан, проблемадан шығамын деп өзіңіз жан-жақтан қарайсыз. Жан-жақтан өзіңіз көресіз, табыс табу арқылы. Мысалы, мен торт жасайтын білген жоқпын. Күнде жасай беру арқылы, соны жасайтын адамдардан білім алу арқылы, содан қазір табыс табамын. И мен съедобный букет, зефир гүлін жасаймын. Тоже бастапқыда шықпаған менен, соны жасайтын мамандардан білім алу арқылы, қазір, мысалы, өзім обучение өткіземін, содан табыс табамын, тапсырысқа жасаймын, мысалға, праздник күндері жақсы табыс болады. И қазір, мысалға, мен гүлді ыдыстар жасаймын қолдан, эпоксидный смоладан. Осылай шығара бересіз өзіңіздің іштегі өнеріңізді, қырыңызды. И мен білім алу арқылы көп нәрсе үйренемін. Мен солай жетістікке жетеміз біз бәріміз. Қиындық сол үшін келеді бізге.